Әр адам бұл өмірге жайдан жай келген жоқ, және де болмашы мәселелерді, яғни проблема шешу үшін келген жоқ. Мен өзім әр адам бұл өмірде бақытты болуға лайықты деп есептеймін. Кім болсаң да, қалай өмір сүрсең де, сен үшін бұл өмірде маңызды нәрселер бар. Сол өзің үшін маңызды нәрселерге көңіл бөлмей, таусылмайтын проблемаларды шешіп жүрген боларсың. Егер де солай болса, менің кеңесімді тыңдашы. Бұл өмірдің қысқалығы соншалықты өзің үшін маңызды нәрселерге көңіл бөлмей жүргеніңде өмірің бір күні таусылып қалады. Ал өміріңнің соңында неге мен уақытымды дұрыс пайдаланбадым деп өкінетін боласың. Боды Шефер өзінің тренингтерінде осы тақырыпқа жақсы мысал келтіріп ашып береді. Ал қазір мен де осыны шамам келгенше ашып көрсетуге тырысайын. Менің қолымда 100 сантиметрлік өлшегіш құрал бар. Осының әрбір сантиметрі 1 жыл өмір деп есептейік. Олай болатын болса, осының 3-тен 1 бөлігі, яғни турасын нақтысын айтқан кезде 32 сантиметр мен үшін жабық. Яғни бұл мен үшін артта қалған өмір. Қалай өмір сүрсем де мен барып оны түзетіп немесе өзгерте алмаймын. Сондықтан да бұл мен үшін артта қалған өмір. Ал енді өзімнің бір үлесімді қосып, халыққа бір пайдамды тигізу үшін менде 80 жастан кейін дәл қазіргідей менде қуатымның болмауы мүмкін. Сондықтан да менде пайдалы қуатты өмір сүру үшін қалғаны менде осы ғана. Сізде мүмкін менен көптеу болар, мүмкін аздау да болар. Дегенімен де бары осы ғана. Мақсатыңызды жүзеге асыру үшін, лайықты өмір сүру үшін, жағдайыңызды жасау үшін, артыңыздан із қалдыру үшін осының барлығына қалғаны осы ғана. Бұл сіз үшін көп пе? Сіз уақытыңызды таусылмайтындай неге өмір сүресіз? Ойланыңыз, сіз үшін бұл өмірде не маңызды, соған көңіл бөлуге тырысыңыз.